Шерхан Мұртаза, соғыс жетімі. 1998 жыл 9 май еді. Жеңіс күні. Алматы Панфилов паркіндеміз. Мереке күнмен бір-бірімізді құттықтап жатырмыз. Өз бір компанбыз. Қалың қарағай түбіне шағын дастархан жайылды. Әсіресе жазушы Бек Тоғысбаев көңілділеу. Мен сөз кезегінде Бекке қарата, әкең сенің осындай азамат, жақсы жазушы болғаныңды көре алмай, майданда қаза тапты. Әттең деп едім. Бек кенет еңкілдеп жылады. 60-тан асты ғой, әлі бала. Әке үшін ес білмей жастай қалған жетім, соғыс жетімі жылады. Міне, бұл ұлы сезім. Жүрегі жібіп елжіреді. Жүрегі елжіремейтіндерден қорқу керек. Ондайлар жазушы бола алмайды. 60 жылдан кейін әкесі есіне түсіп жылаған жетім, соғыстан қалған жетім. Бұл да бір кем дүние. Каналым ұнаса пікір жазып қолдап отырыңыздар.